Всем привет! Біз наконец-то бүгін үй жинаймыз. Қазір нағызды ұйықтатып тастаймын, бірінші очередь, сосын үй жинаймын. Ұлым атасымен бірге шығып кетіп қалды. Кеше ана киімдердің арасына ілетін деп едім ғой. Сол енді иісі айта алмай, прям үйді алып жатыр ғой. Иісі мынаны. Андай көрсем де мән бермейді екенмін да мынаған. Енді қазір мына біреуін алып, киімдердің ортасына қойып қоямын. Чеки. Иіс деген әлем иіс. Мынандай өзінің байлайтыны бар екен. Байлап, қазір киімдердің ортасына іліп қоямын. Өстіп іліп қояды екен, киімдердің ортасына іліп қоямын. Давайте кеттік, бірге үй жинаймыз. Мен штативмен бірге жүремін, осылай жабысып ше. Қазір мен мынаның ортасына іліп қойдым, киімдердің ортасына. Мынандай жерге іліп қойдым. Прямо запах деген иісін айта алмаймын, енді жаман шығып жатыр иісі деген ше. Андай машинаға да болады екен, үйге киімдердің ортасына болсын, сондай жерлерге болады екен. Киімдердің ортасына іліп қойдым. Сол. Кто молодец? Конечно, Гулюмка молодец. Наконец-то үй жинаймыз. Давайте бізбен бірге жинаңыздар. Кеттік. Мынау менің гүлдерім, бұларды суырамыз, бұлардың еще топырақтарын ауыстыру керек болып жүр, өйткені гүлдер қайта өсіп сарғайып кетіп жатыр. Балаларымның ойыншығы көп болғанын қалайсың, бірақ оны жинауды айтсайшы деп Гүлімнің моторы іске қосамын. Асауның көбіліне шашылатын жақ, осы жақ, мына жақтар, мына онша шашыла қоймайды. Мына залда вообще көп кіре қоймаймыз залға, тек Гүлім осы жаққа жаттығу жасауға келеді. Мына жерде қазір тезде жинап жібереміз. Бермайтын, сыпырғыш бәріміз бермайтын. Пилісос дегенді. Oh my god. Қазір дәжел сыпырғауға жатырмын. Бір сағатта тесте жинап болуым керек. Қазір 30 минут болды үшін, 30 минут болған.
Бізде келесі кезек көп көрсете бермейтін туалет ванна. Давайте кеттік жинаймыз. Қазір мен болдым үй жинап. Қазір бізде сағат 16:08 болды. Қазір мына жақтағы жүр, аяқ кеттік жүр. Шығамыз, далаға шығамыз жүр. Мына жақтағы кірлерді үйтіп бүйтіп жаймын. Сағат 5 па, тез тамақ салуым керек. Жүр, кеттік. Біз үйдің жұмысы болдық. Енді кешкі тамаққа келіп жатырмын. Енді кешкі тамаққа мен нан салма жасағым келіп тұр. Қазір тек кішкене ғана атама, енеме және өзіме, балаларға, жолдасым балалармен шығып бара жатыр. Кішкентай өзімізге ғана жасайын деп жатырмын. Келесі кезек біз нан салманың нанын басайын деп жатырмыз. Все нанны елеп болдық. Мен табағымнан да бір нанам айтатын еді. Елеген нанның табағы жаны таза болсын деп. Вот так, мам, дәлел біз. Келесі кезек бізде нан салмаға қосатын қоспаларды сұраймыз. Өзіме айдар нанын жазып қойдым. Наным осындай болды. Мына суын қайнатып жатырмын. Осы лесте пісіп жатырмын жұпатымды. Все, уже. Біздің сағат 10 болды. Уже қадағыз қажырдық. Всем қайырлы түн. Қазір бургерді тойып алып, жеңілден жаттығу жасайын алдым. Бургерді тойып алып, жаттығу жасаған нельзя так. Сосын шоңғып алып шашымнан бермейміз. Прическама. Енді давайте кеттік. Тамаққа тойып алып, тамақты тарқатып, енді жаттығу жасаймыз. Жаттығуды жасап болдық. Енді терпеп шығып, терімізді басып отырып, мен осы уақытта сіздерге айтамын, андада картасын жазатын кезде. Енді бүгін айтайын, мен андада картасын жазам. Мен осы уақытқа дейін жазған, андада қыздар. Тағы бір кітапшам айтты. Осы андада жазып қойған кітапшам, енді жаңадан алайын деп жүретін кітапшаны. Оның кеше маған кореядан мынандай кітапша келді. Енді осыны кешеден бастап жаздым. Соны әрі қарай жалғастырамыз. Мен оқитын кітаптарым «Түйсің мен ойла», «Арканың дәрісінде», «Үнсіздік дамудың құпиясы» осындай кітаптар оқимын. Мысалы, үлгісі «Мы тебя общали». Еще тағы кітап заказать болып жүр. Қандай кітапқа заказ берсем деген деп. Енді біз ашып кеттік. Армандарды әрі қарай жалғастырамыз. Армандай білу керек. Армандай білсең, арманың орындалады. Бірақ сол арманыңа қол жеткізу үшін өзің бірінші әрекетін жасауың керек. Так, біз кеше 12-сіға енді оның үшіне кеттік, жазамыз бісміллә деп. Армандар картасын жазып болдық. Бүгінгі күніміз өте тамаша аяқталды. Күнде сіздерге көрсете бермейтін нәрсем армандар картасын көрсеттім. Және де мен өзіме не беретінім, өзіме мотивация беретінім. Тек просто молодец көрем деп өзіме жігерлендіріп өзімді солайша. Тек просто молодец, просто так өзіңнің ойыңдағы нәрсеңді, қалаған нәрсеңді, қолынан келетін нәрсені іске асырып жүрсің деп өзіме сондай мотивация беремін. Сондықтан сіздер де армандауды тоқтатпаңыздар. Солай менің бүгінгі күнім осылай болды. Қазір бізде сағат 1 болып қалды. Мен қазір видеоны монтаждап салған кезде сағат примерно 2 болады. Сондықтан менің бүгінгі еңбегімді бағалап